Баршаңызға қайырлы күн, құрметті оқырмандарым. Бүгін сіздермен песочный тестамен жасалатын осындай өте ерекше дәмді самса жасайтын боламыз. Каналдың дамуына үлес қосып, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды да ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысымызға ұнымызды және тоңазытқыштан шыққан сары майымызды саламыз. Мен осы самсаның песочный тестасына шедрое лето сары майын қолданамын. 60%, 72-де 5% болады. Және де мен Kenwood ас үй машинасында жасайтын боламын. Бұны қолмен де жасауға болады. Песочный тесто дайын болғанша бөлек ыдыста 20% магазиннің қаймағына 2 жұмыртқамызды, тұзымызды қосып, жақсылап біркелкі етіп араластырып аламыз. Міне осы кезде біздің үгілмелі қамырымыз осылай дайын болады. Қараңыздар, қандай әдемі болып осылай шығады. Мен осы Kenwood ас үй машинасында жасаймын. Сіздер қолмен жасауға болады. Қолмен осылай маймен ұнды жақсылап тұрып араластырып аласыздар, және де үстінен осындай сұйық массаны құйып, тағы да араластырып, басы біріккенше жақсылап елеп аласыздар. Міне осындай қолға жабыспайтын, жұмыс істеуге ыңғайлы, өте әдемі қамыр пайда болады. Целлофан қалташасына салып, салмасын дайындағанша 15-20 минутқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Келесі кезекте салмасын дайындаймыз. Фаршымызға ұсақтап тұрған пиязымызды, қара бұрыш, кориандр, тұзын және де сұйық май қосып жібереміз. Егер де қаласаңыздар, құйрық майды майдалап тұрып қосуға болады, өте дәмді болады. Және де жақсылап тұрып біркелкі етіп араластырып аламыз. Қалауларыңыз бойынша жаңа картоп немесе асқабақ қосуға да болады. Жалпы негізі тауық етінен де жасауға да болады. Енді тоңазытқыштан шыққан қамырымызды осылай 2 бөлікке бөлеміз де, осылай 40 граммнан, кішкене енді 42 грамм болса да асса да болады, 40 граммнан теңдей етіп бөліп шығамыз. Енді осыларды ұнға бір аунатып аламыз бастапқыда, сөйтіп жұқа етіп жаямыз. Қатты жұқа болып кетпеу керек. Видеода өздеріңіз байқасаңыздар болады. Міне осындай қалыңдықта жайып аламыз. Шамамен енді бір 0,5 сантиметр десем де болады. Және де осылай салмасын салып, айналдыра үшбұрышты етіп түйіп аламыз. Осылай үшбұрыш етіп айналдыра түйіп аламыз да, астын жақсылап бекітеміз. Және де жаңағы бастаған жеріміз екеуін біріккен жері бар ғой, соны осылай видеода көрсетілгендей қайырып қоямыз. Сол кезде піскен кезде әдемі көрініп тұратын болады. Тағы да бір рет көрсетейін. Осылай пышақпен бір шетін былай кесіп аламыз, салмасын саламыз. Осылай тура соның жанына саласыз да, пышақпен кескен шетін жанына салып, айналдыра орап үшбұрышты етіп түйеміз. Астын жақсылап бекітеміз. Енді бастапқыда кішкене түйу қиын сияқты болып көрінеді. Бірақ бір-екі шеуін істегеннен кейін уже қолдарыңыз үйреніп кетеді. Міне осылай түйеміз. Енді пергамент қағаз төсеген противенге барлығын орналастырып, үстіне жұмыртқаны жағамыз. Және де қалауларыңыз бойынша осылай видеода көрсетілгендей етіп бір шетіне күнжіт сеуіп болады. Қызып тұрған 200 градус пеште қызарғанша шамамен 30-35 минутта пісіріп аласыздар осылай. Өте дәмді болып шығады. Сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазып отырсаңыздар, міндетті түрде жауап беретін боламын. Назарларыңызға көп-көп рахмет.